Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше, қазіргі уақытта хит болып жатқан красный барқыт пирогын рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Осындай керемет, ерекше дәмді рецепттерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен електен өткізіп алған ұнымыздың үстіне мұздатқыштан шыққан сары майымызды теркадан өткізіп крошка жасаймыз. Дайын массаның үстіне какао, разрыхлитель салып, араластырамыз. Оның үстіне краситель саламыз. Менде индийский краситель. Жидкий краситель қолдансаңыздар болады. Оның үстіне қантымыз салып, тағы да араластырамыз. Ұнымыздың үстіне суымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды біркелкі иленген соң екіге бөлеміз. Кіші бөлігін мұздатқышқа салып қоямыз. Екінші үлкен бөлігін формамызға жайып шығатын боламыз. Табамызды жақсылап майлап, үстіне ұнды себетін боламыз. Қамырымызды жақсылап жайып, бортик жасайтын боламыз шетіне. Творожный сырымыздың үстіне жұмыртқамыз саламыз. Қантымыз салып, блендермен біркелкі болғанша езіп алатын боламыз. Блендермен езіп алған соң, лопатканың көмегімен араластырып алатын боламыз. Дайын болған массамыздың қамырдың үстіне құйып, тегістейтін боламыз. Қамырымыздың екінші бөлігін мұздатқыштан алып, терканың үлкен тісшесінен өткізіп, біркелкі етіп үстіне өткізетін боламыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градуста 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Толықтай суытып алған соң, формамыздан алып, тоңазытқышқа 5-6 сағатқа салып қоямыз. Міне бізде осындай өте дәмді, нәзік, әрі ерекше красный барқыт пирогы дайын болды. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Комментарий қалдыруды сұраймын. Алдағы уақытта түрлі рецепттерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд ас болсын.